басы үлкен, шашын артынан қайырып, кәдімгі жазушылар одағының бір ақындары бар ғой, тура сондай секілді. Өзің жалпы бір современный киінемін деп ойламайсың. Болмысың сол әйтеуір 3-4 костюмің бар, соны киіп алып өзің жезде жалғыз осы Саят маған бар ғой, қанша торғайлықтарды білем, барлығы уже астаналық болып кеткен. Бірақ Саят өзін торғайын ұмытпайды. Қай жерге барса да торғайлық ақын, Саят деп жүр торғай. Расымен де сен торғайдың ақынсың, жалпы бүгінгі таңда уже қазақтың ақыны болып жатсың, жарайсың, аман бол. Мен өзі жалпы кеше ғана осы бір Инстаграм желілерден көріп қалдым. Бір жерде жиналып, торғайда облыс болсын деп жаңағыдай бір митинг ұйымдастырған кезде мен айттым. Торғайдың халқы бәрібір де ең бірінші мектепте торғайдан ашылды ғой. Қазақтың даласында ең бірінші небір ұлылардың барлығы торғайдан шықты. Қаншамасы құрбан болып кетті. Білімді ел ғой деймін, сабырлықпен осы 31 жыл тәуелсіздіктің ішінде бір сондай бір қарапайым, керемет, бір ешкімге зиян жоқ митинг осы торғайлықтар жасап тұр. Өздері ақырын түсінетін адамдар түсінеді. Жылы-жылы сөйлесең жыландарынан шығады деген керемет қағидамен бір сабырлы торғайлықтар. Алла амандық берсін, облыс болсын, сол Торғай облысының ақыны деп сені осы төбемізге көтеріп жүрейік. Аман болайық. Мен өзім торғайлық болғаннан кейін үйдегі кісі, мен білемін торғайлықтардың потихоньку үндемей жүріп бәріне жететінін. Айту улап, шулап, айғайлап, көйлегін жыртып божыққа шығып жатқан жоқ. Аккуратный, красиво. Бәрін жеңіп кеткен. Образды қарасаңыздар, жеңген адам ұқсап тұр. Сонда да торғай осы мен Саятқа өз басым ризамын. Қашан көрсе де жезде деп жүреді. Аман бол. Кітаптарың тек алғашқысы болсын. Талай кітаптарың шыға берсін. Неше түрлі фотоға түсе бер. Талай кітапқа керек болады. Түрің әдемі кезде түсіп ал. Жас кезіңде төрден орын алып отырған ең басты қуаныш ол ата-ананың қуанышы. Ұлдарының кітабы шығып жатыр деген қандай керемет. Аллаға шүкір. Папасы мен мамасын шын жүректен құттықтағым келіп отыр. Қайда папа қайда? Мамамызды көріп тұрмын, әкемізді. Құтты болсын. Саятжанның кітабы құтты болсын. Ұлдарыңыз қазіргі заманда кітап бұлай тұрсын, кішкентай бір комментарий жазғанға мәз болып жүрген балдар. Мен комментарий жаздым, Фейсбукқа пост жаздым деп жүргенде Саятымыз кітап жазып жатыр екен. Ешкімге комментарий де жазып басын қатырып жатқан жоқ. Өзінің творчествосымен айналысып, бос уақытын босқа өткізбей, осы ата-ананың жаңағы арманы, осы баламыз кішкентайдан енді өлең шығарып жүрді ғой. Бүгін сол күнге жетіп отырсыздар, кітап шығарып отыр қасиетті Рамазан айында. Алдағы уақытта талай кітаптар шығара берсін. Әндерді шынымен де расымен тыңдап отырсақ, Саяттың өзі біледі қандай әннің көбіне қазір біз әнге мән беріп кеттік қой, музыкасына. Сөзге мән бермей қаламыз. Қайталай береді. Айналайын, аймалайын, сайналайын, қайналайын, қайдасын, майдасын, сайдасын деген сияқты.